Біз үнді тағамы карри мен тауық еті және нан жасаймыз. Бізге айран, қопсытқыш, сода және қант, тұз, аздаған күнбағыс майы және су қажет. Қамырымызды 20 минутқа қандырып қоямыз. Және осылай жаймалап, оны пешке немесе газға пісіруге болады. Тауық етін және сарымсағымды майдалап турап даярлап аламын. Чеснок және бір қасық томат, карри және сметананы қосып осылай араластырамын және 100 грамм су құямын. Міне карри мен тауық еті осындай дайын болып шықты. Осылай нанымызға орап жейміз, өте дәмді, сіз де жасап көріңіз.